Сәлем достар, сонау 1970 жылдары тек Қазақстан үшін емес, төрткүл әлем үшін үлкен жаңалық болған алтын адамның жұмбағы күні бүгінге дейін толық шешілмей келеді. Тарихшы ғалымдар, антропологтар мен археологтар алтын адамды жан-жақты зерттеп жатқанымен, әлі де көпшіліктің көкейінде сұрақтар жетерлік. Алтын адам кім еді? Әйел адам ба, әлде ер адам ба? Жауынгер ме, ханзада ма? Сақ тайпасынан ба, үйсіннен бе? Қазір оның сүйектері қайда? Осы сияқты сұрақтарға қатысты дау өте көп. Сіздермен бірге пазл арнасы. Бүгін біз барлығына таныс, бірақ соның өзінде сырлары өте көп болып келетін алтын адам жайлы айтатын боламыз. Ал осындай видеоларымызға тақырыптар біздің ВКонтакте тобымызда пайда болады. Ол жерде біз қазақтың және басқа да елдердің тарихы жайлы, сонымен қатар ғылыми, спорт, соңғы жаңалықпен байланысты жазбалар шығарамыз. Және пайдалы кеңестер мен күлкілі, қызықты жазбалар күнде шығып отырады. Қызықтың бәрі біздің тобымызда. Тіркелсеңіз еш өкінбейсіз. Тобымызға сілтеме видеоның сипаттамасында және бірінші пікірде болады. Ал біз жалғастыра берейік. Алтын адам 1967-1969 жылдары археолог ғалым Ақышев басқарған экспедиция жұмысының нәтижесінде Алматы маңындағы Есік қорығынан табылғаны белгілі. Бұл нақты тарихи дерек. Алайда кейбір ғалымдарымыз алтын адамды Есік қорығының маңында ойнап жүрген балалар тауып алды деседі. Тіпті кейбіреулер бұл тарихи құнды жәдігерді ұлты башқұрт қарапайым жүргізушісі тауып алған деген деректерді келтіреді. Ал шын мәнінде Есік қорығынан табылған алтын адамды Ақышев экспедициясы өз қолдарымен тауып алған. Алтын адам ескерткіш мүсін емес, алтын киімді адам болып келеді. Ғалымдардың айтуы бойынша, обаның салыны нобайына қарағанда, бұл жай адам емес. Патша, хан, қаған сынды лауазым иесі болғаны көрінеді. Еті ағып, тек сүйегі сол күй ішінде қалған алтын адамның киіміне 4000-нан аса ұсақ әшекейлер тағылған екен. Археолог тарихшылардың болжамы бойынша Есік қорғаны біздің заманымыздан бұрын 5-4 ғасырларға жатады. Антропологтардың анықтауынша мүрденің жасы 16-18. Ал зерттеушілердің айтуы бойынша алтын адам біздің заманымыздан бұрын 4 ғасырдың аяғы, 3 ғасырдың басында 17-18 жасында жатқызылған. Бірақ дәл қазір тап басып айту өте қиын. Қазір алтын адамды біреулер ер адам, басқалары әйел адам деп жатқан кезде, антропологтар алтын адамның маңдай сүйегі мен төменгі жақ сүйегінің қалдықтарын зерттеп, оның төменгі жақ сүйегінің өте биік, ал маңдайдағы қабақ сүйектері жақсы жетілгендіктен оны ер адам деп болжам жасады. Сондай-ақ морфологиялық ерекшеліктерін де ескере отырып, оны шамамен 20 жастағы жауынгер деп анықтама берді. Ал нақты алтын адам әйел не еркек екенін білу үшін хромосомалық анализ жасау керек. Бірақ бұл деректермен әлі күнге дейін келіспейтін ғалымдар бар екен. Олардың айтуы бойынша алтын адамның бойы 165 см. Оның мойнында алтын алқасы, бір құлағында сырғасы болған. Басындағы 70 см бас киім сәукелеге ұқсайды. Қазіргі таңда ғылым қанша дамыды десек те, алтын адамның ер немесе әйел екенін нақты ажырататын ДНК талдамасы әлі күнге дейін жасалмаған екен. Тағы да өте жиі пайда болатын сұрақтардың бірі, алтын адам сақ па, әлде үйсін бе? Алтын адамды алғаш тауып, оны зерттеген ғалым Ақышев қорғаннан табылған ханзаданың мүрдесін сақ тайпасының өкіліне жатқызады. Ғалым алтын адамның киім үлгісіне, ондағы өрнектерге, жерлену жоралғысына қарап, оны сақ тайпасына теліген болатын. Ал Қытай деректеріне сүйенетін ғалымдардың біразы алтын адам үйсіннен шыққан ханзада екен дәлелдеп отыр. Қытай жазбаларында үйсіндерді билеген Елжау бидің 10 ұлы болғаны, соның тақ мұрагері етіп белгіленген тұңғыш баласы жас шағында 22 жасында қайтыс болғаны жазылған. Кейіннен әкесі қайтыс болғанда оны ұлының жанында жерлеген еді. Ал Ақышевтің зерттеулерінде алтын адамның мүрдесінің жанында тағы бір көсемнің мүрдесі болғаны жайлы айтылады. Алайда тарихтың тереңіне үңілер болса, қазақ даласын мекендеген сақ, ғұн, үйсін тайпалардың әдет-ғұрпы да, салт дәстүрі де бір-біріне ұқсап жатады. Сондықтан алтын адам сақ немесе үйсін тайпасының өкілі деп кесіп айту дұрыс болмайтын секілді. Ал сіз музейлерде алтын адамның көшірмелері қойылғанын білесіз бе? Есік қорғанынан алтын адам табылғаннан бері оның бірнеше рет көшірмесі жасалған болатын. Ал қазіргі елімізде музейлерге алтын адамның Қырым Алтынбеков атты реставратордың жасаған көшірмелері қойылады. Реставратор тарихты зерттеу барысында әрбір жыл сайын жаңалықтар ашылып, жаңа деректер табылып жатады. Біз де сол жаңалықтарға сілтеме жасай отырып,
бұрын жасалған көшірмелерімізді толықтырамыз деп айтқан. Енді осыдан бір сұрақ туындайды. Онда алтын адамның түп нұсқасы қайда? Алтын адамды зерттеп жүрген ғалымдардың біразы оның қаңқасы жоғалып кетті деп айтады. Ал кейбіреулер алтын адамның қаңқасы зерттеу жасау үшін Ресейге апарылып, сол жақтан қайтарылмады деген ойларды айтып жатыр. Бірақ негізінде алтын адамның түп нұсқасы алтын және бағалы металдар музейінде сақталған. Бұл музейде көрермендерге негізінен түп нұсқаның алғашқы көшірмесі көрсетіледі. Ал түп нұсқа министрліктің рұқсатымен тек зерттеуші ғалымдарға ғана көрсетіледі. Достар, сонда бір қызығы, егер алтын адамның сүйегі өз елімізде болса, осы уақытқа дейін нақты ғылыми медициналық сараптамалар неліктен жасалмай отыр? Қалай десек те, алтын адам Қазақстанның ең құнды жәдігері және елдігіміздің символы. Біздің елімізде алтын адам табылғанға дейін әлемде тек перғауындардың зираты тұтас күйінде аршылмағаны болмаса, дүниежүзілік деңгейдегі патшалардың қабірі толықтай табылған жағдайлар болмаған. Өзіңіз де білетіндей, мұндай қабірлер көбіне тоналған немесе екінші бөлігі жоқ, яки нақты қай уақытқа, қашан, кім қазып алған белгісіз болып келеді. Ал біз болсақ, тарихи, мәдени құндылығымыз болып табылатын алтынмен апталған адамның құпиясын ашу болашақтың еншісінде деп білеміз. Бүгінгі видеомыз сізге ұнаған болса, онда алтын лайкыңызды басып, бұл видеомен бөлісіп кетіңіз. Ал егер сіз пазл арнасын бірінші рет көріп отырсаңыз, онда арнамызға тіркеліп, қасына шыққан қоңыраушаға басып кетіңіз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Достар, айтпақшы, сипаттамадағы және бірінші пікірде келтірілген сілтемелер бойынша өтіп, біздің екінші Puzzle Life атты арнамызға жазылып кетіңіз. Ол жерде 100 000 тіркелушіге сәл ғана қалды. Тіркеліп, қазақ ютубын дамытуға өз үлесіңізді қосып кетіңіз. Бүгінге осы Puzzleға жазыл және Puzzle Life'қа жазыл.